Селям алейкум, урметли серджелер, бу UA TV студияда. Украина хаберлері бүгін майысының 21 базар әртісі күні. Ишғал етілген Қырымда Русия қоветшілері екі Қырым татарыны тұтып алды. Қырым бірдемлігі жемат ешкелетінің фаалері Сервер Мустафаев ве Эдем Смаилов олған мәліматқа көре Ақмешжетінің ФСБ дәресіне алып кетірілді. Бұны Facebook сайфесінде Қырым бірдемлігі білдіре. Бұнда невел Қырым татарларының евлерінде Русия ишғалжелері тынтувлеріні кечерген еді. Селялы инсанлар тынтувлеріні саба әрте кечері башлады. Адвокат Эмиль Курбединов айтқанна ке бұл оны тақиқат тедбірлері кечерілген Мустафаевның евіне кірсетмеділер. Қырым прокуратурасына имае аққының бозылуы ақында шекеетіні йоллады. Аризаны электрон шекленде бері болды. Чүнки прокуратураның қалбухане ве невбетчі прокурор телефонға жевап бермеділер. В большей мере эта жалоба имеет определенный вес для международного суда. Бу шикает эсасын халкара махкемелер үчүн эмиет лидер. Мында яназындан адвокатның ирешимне изын алмага мүмкүн. Мустафа адлейчи дегилдер. Шун үчүн она юридик меслият лязым. Я приехала сюда и... Мында келе балаларыма кірмеге істедім ве қорантама кірмек үшін изін сұрадым. Таби ки мені ечере алмадылар. Балаларнен әрше яқшы олғанын айтып, беклемеге қалдырдылар. Пускай, я ничего не боюсь. Олсун, мен бір шейден қорқмайым. Өлсем өлерім. Оларның виждан азабы олсун. Тынтув кечерілген евлерінің янында семетдешлеріне қол тұтмаға келген инсанлар топланды. Чоқусы болған вақияларда Қырым татар халқының ақларыны қоруған файлеріні қорқузма қынтулуына көре. Бұл кадрларда көргеніңіз кебі Русия мақсус қызметлерінің темселжілері Эдем Смаиловны алып кетті. Инсанлар қаршы чақа. Ишғалжілерінің кеткенінден сон файлер, адвокатлар или евге кіріп олды. Әйле азалары тынтув тафселятлары ақында тариф етті. С автоматами зашли 4 человека. Автоматлар или дорт адам кырды. Шымды тынтув олачыға ақында акт. Башта аз адамыды бір секіз инсан башқалары евнің этрафында еді. Проводили обыск. Уфак чағына етмеге балаларының огунде тынтув кечерілейді. Тынтув ғайет сер шекелді кечерілді. Тынтув протоколының копиясы қалдырылмаған. Үнді Эдем ағының өйкен қызының паспортны алып кеттілер. Бұ асла қанонсыздыр. Паспортны анлатмадан алдылар. Халқара топлулық огунде Қырым татар милли мәжілесіні итибардан тушырмек. Ишғал етілген Қырымда яны репрессияларының мақсатларынан бірі. Бұны Фейсбукта Қырым татар милли мәжілесінің рейсі Рифат Чубаров язды. Оның сөзлеріне көре бұ кеченлері БМТ халқара махкемесінің Русиядан Қырым бойынша махкеме қарараны еріне кетірмегеніне ичун изаат сұрағанына бағлы. Кремль мәжілес фаалиетіне кірсеткен ясағына лягу етмек керек еді. Бұ қарарыны Гага махкемесі да 2017 сенесі апрель айында қабул еткен еді. О вақыт Русияны мәжіліс фаалиетіні ве милли азылыплықларының Украин тілі тәсіліні ғайрыдан тіклемеге мечбур еткен еділер. Ишғал етілген Қырымның Бахчисарай шерінде Қырым татарларының тұтып алынмасына Украина тышқы ишлер назерлігі тагбих етті. Бұны Твиттерді назерлікнің матбуат кетібі Марьяна Бетса білдіре. Оның сөзлеріне көре, ишғалжы Қырым татарларының ирадесіні сустырмаға істей. Тагбих етеміз ве илерадеді халқара махкемелерге истинаф етежекіміз денеле беянатта. Украина арби хизметчилері уч ишғалжыны эсер етті. Бірлешкен күчлері милиятының матбуат мерkezінде білдірілгені кебі душманның жебе арқасында арби вазифесіні эда етіп, Донбасс 46-й айры уджум батальонның истихбарат диверсион тақымы Русия незарет нұқтасына тапты. Аз вақыт сүрген ұруштан сон бір ишғалжы әләк олды, учу эсер алынды. Қайд етілгені кебі Украина арбилері арасында телеф жоқ. Рейд душманның ерлесі кенлерге атеш açқан ноқталарыны тапмақ мақсады елі япылды. Шынды есе уч эсер ве оларының шахси селесі Украина телекөсізлік қызметінің хадимлеріне берілген тақиқат әрекетлері девам еті.
Британия парламентының тышқы ішлер комитеті Бүйік Британияға Русиядан кірген кірліақча қында марузасыны дәрч етті. Оның негізінде қабаржылыққа қаршы көрешкен фуальве журналистлерінің шатлығы аудитор ве араштырмар меркезлері тарафындан берілген малюмат тұра. Марузаму әліфлері дейке Бүйік Британия Русиядан кірліақча қымыны тоқтатмақ үшін еллар девамында заруритет бірлеріні алмаған. Весіқада yazılğanı ki bu akça krallıqның maliye muassisəçilərindən keçə və milli təhlükəsizlik və tışqı siyasət mənfaatına təhlükə yarata. Николас Мадуро яныдан Венесуэла президенті вазифесіне сайланылды. Она 5 миллион 800 bin сайлайчы рей берді. Оның баш рақыбы Энри Фальконға есе қарарнен 2 миллион ватандаш қол тұтты. Бұл сене 2013 сенесі олғанына көре сайлауларға сайлайчыларының қарарнен 2 қат аз, тахминен 46% қошылды. Рейберов мұхафилетінің күтлеви наразылықлары елі бір вақытта кечірілді. Мұхалифет сайлауларына блок етмеге чағырған еді. Чүнки нәтижелерні Мадуро файдасына сақтанылген деп таный. Венесуэлада сияси ве иқтисади бұхраны үшінші сене девам еті. Соғақларда есе әр вақыт наразылықлар кече. O kadar tecavüz, yalanı aşıp geçkeniniz, mana bir çok vuruşta koşulganınız, meni prezident vazifesine saylağanınız üçün sağ olunuz. Venezuela'nın sevimli halkı teşekkür etem. Bu saylav ketişatını kanuni dep tanımayımız. Bizim üçün saylav yok edi. Venezuela'da yanı saylavlar geçirilmedi. Киевде дөньяның en büyük bir günlük tedbirlerinden birinin UEFA Чемпионлар Лигасы финалының keçirilmesine 5 gün kaldı. Mayıs'ın 26'sında Olimpiyski kompleksinde futbol çempionatının esas ganimeti için İspan Realı ve İngiliz Liverpool takımı kurashacaklar. Paytaxtның nakliyat infraterkibinin dünya muxlislerinin kelmesine hazırlığı hakkında şehir memuriyetinde geçirilgen briefingde söz yürsetildi. Maç biletlerinin sayıpları oyun günü şehir nakliyatından bedava faydalanacak. Borispol havalimanı maç günü kelip ketecek 20 bin muhlis ve 100 charter reysini kabul etmege hazır. Bunun için shuttle avtobuslarının 2 marşrutu hazırlanılgan. 150 şehir avtobusu musafirlerini uçak limanının terminalından şehir merkezine ve geri getirecek. Первый маршрут из терминала Д. Birinci marşrut D terminaldan Liverpool muxlislerinin Şevçenko bahçesine getirecek. Anda Liverpool muxlislerinin görüşüf noktası olacak ve avtobuslarının ikinci marşrutu B terminaldan Ukrayna sarayına kadar çalışacak. Ukrayna sarayı yanında Madrid futbol klubunun muxlisleri görüşecek. Bu ne için yapılgan? Akımlarını ayırmak için. Muxlisler stadionga iki taraftan kerip, yolda kesişmesin dep yapılgan. Çatışmalarının iki komandanın muxlisleri arasında olabilecek çatışmalarının aldığını almağa isteyimiz. Трансляція для всіх бажаючих, і це знову ж таки вперше. Bütün isteyenler için Çempionlar Ligası finalının tarihinde ilk sefer Kyiv sakinleri için canlı yayınlav teşkil etilgen. Kontraktova maydanda seyretmege mümkün olacak. Şunun için finalını büyük ekranda seyretmege dünya boyunca 600 milyon seyirci ile bir vakit oyunu takip etmege isteyenlerini Kontraktova maydanda davet etemiz. Урметлі серджилер, бұл дақиқаға бұл сонки хабарамыз еді. Дады хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV елі олыңыз сағлықнен қалыңыз көрішкенже.